Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен өте дәмді шығатын сочник дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге бөлме температурасында тұрған сары май қажет, және де бір жұмыртқамызды салып, дәл осы видеодағыдай жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алған соң үстіне 3 ас қасық қантымызды салып, және де 3 ас қасық қаймағымызды салып, барлығын біріккенше жақсылап араластырып аламыз. Қолданып жатқан сары майымыз бен қаймағымыздың проценті маңызды емес, қалаған сары май мен қаймақты қолдана берсеңіздер болады. Дайын болған массамыздың үстінен ұнымызды електен өткізіп салып, үстіне қопсытқышымызды салып, жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Бірінші осы вилканың көмегімен жақсылап араластырып, сосын қамырымыз біріккен соң қолымызбен жақсылап илеп алатын боламыз. Біздің қамырымыз өте нәзік, жұмсақ қамыр болып шығады. Каналымдағы жаңа оқырман болсаңыз, каналыма тіркеліп кетіңіз. Алдағы уақытта сіздермен көптеген тағам түрлерімен бөлісетін боламын. Және де қазақша каналдың дамуына өз үлесіңізді қосып, астына комментарий жазып, өз пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Мен үшін ол өте маңызды. Қамырымызды осылай илеп алған соң, холодильникке 10-15 минутқа қалдыратын боламыз. Ол аралықта біз салмасын дайындап алатын боламыз. Осылай пакетке салып, холодильникке 10-15 минутқа қалдырамыз. Бізге салмасына творог қажет болады. Творогымызға бір жұмыртқаның сарысын салып аламыз. Және де бір ас қасық қаймақ салып, және де өздеріңізге қажетті мөлшерде қантымызды салып, барлығын біріккенше жақсылап араластырамыз. Творогтың қою түрін пайдаланыңыздар. Сол кезде сіздердің қамырларыңыздан ағып кетпейтін болады. Осылай барлығын біркелкі ғып араластырып алған соң, үстінен бір ас қасық ұнымызды салып, оны да жақсылап араластырып алатын боламыз. Ұн салуымыздың себебі, қазір творогымыз қамырға салғанда ағып кетуі мүмкін. Сол үшін осылай бір ас қасық немесе 1,5 ас қасықтай ұнымызды салып, оны да біріктіріп алатын боламыз. Қамырымызды холодильниктен шығарып, ұн сеуе отырып, қамырымызды бөліктерге бөліп алатын боламыз. Дәл осы мен көрсеткендей мөлшермен жасайтын болсаңыздар, сіздерде 14 штук сушникке шығатын болады. Егерде отбасыларыңызда көп адам болатын болса, дәл осы мөлшерді 2 еселендіріп жасасаңыздар болады. Сіздерге дәл осы рецептпен жасап көруді ұсынамын. Өйткені қамыры өте жұмсақ, және де ішіндегі салмасымен өзінің бір ерекше дәмін беретін болады. Сол үшін сіздерде міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге және сіздердің отбасыларыңызға міндетті түрде ұнайды деген сенімдемін. Бөліп алған қамырларымызды осылай зуала жасап шығатын боламыз. Міне осылай дайындап алдық. Енді ұнның көмегімен жақсылап орташа қамыр етіп жайып алатын боламыз. Міне дәл осылай жайып алатын боламыз. Қатты қалың емес, қатты жұқа емес, орташа етіп жайыңыздар. Дайындап алған қамырымыздың үстінен салмамызды салып, екі шетін баса отырып қана түйіп аламыз. Және де барлық қамырларымызды осылай жайып, жаңағы мен көрсеткендей етіп, барлығын түйіп дайындап алатын боламыз. Дәл осылай барлық қамырларымызды түйіп алған соң, жұмыртқаның сары уызын бетіне жағып шығатын боламыз. Беті қып-қызыл болып шығатын болады. Сіздер сүт араластырып жақсаңыздар да болады. Осылай қолымыздың көмегімен немесе щетканың көмегімен біркелкі қылып барлық шетіне тигізіп жағып шығамыз. Барлығына толықтай жағып шыққан соң, 180 градуста қызып тұрған пешімізде 25-30 минуттай пісіріп алатын боламыз. Міне біздің дайындаған сочниктарымыз пісіп шықты.
өте дәмді қып-қызыл болып пісіп шығады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Және де бетіне осылай әдемілік үшін сахарный пудра сепсеңіздер болады. Арасы да толықтай пісіп шығатын болады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Назира, назарларыңызға рахмет.